Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгінгі кешкі асқа осындай ханым деп аталатын тағамды дайындадым. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін салқын суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды, зәйтүн майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Керекті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырып қоямын. Үстінен електен өткен ұнымызды жаймендеп бір-бірлеп саламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіз, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Ұнды мөлшерлеп отырып салып, қатты да емес, жұмсақ та емес, қамырды илеп аламыз. Иленген қамырымызды пакетикке салып, 10-15 минутқа июі қану үшін тындырып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін осылай қамырымызды алып, жақсылап тағы да июін қандырып, қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөліп жайсаңыздар болады. Мен өзім қамырды 2-ге бөліп жаятын боламын. Бірінші осылай кішкене оқтаудың көмегімен қамырымды үлкейтіп жайып аламын. Содан кейін үлкен оқтаумен қамырымызды жұқа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Қамырды жайған кезде жан-жағы қалың болып қалмау үшін біркелкі етіп, қолымызбен қатты күш салмай, жай ғана қамырдың өзін айналдырып жайып отырасыздар. Мен осылай қамырды 4 бұрыштап етіп бөлемін, сол кезде ыңғайлырақ болады. Осылай 4 бұрыштап бөліп алып, үстінен сұйық майды жағып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша салмаңызды салып, орап, ораман нандарымызды қазандарымызға орналастырып, манты қазандарға жақсылап қайнап тұрған отта 40-45 минуттай пісіріп алатын боламыз. Манты қазандарымызды бірінші майлап алып, осылай ораман нандарымызды орналастырып, пісіріп аламыз. Міне осылай пісіп шықты, өте жұмсақ, өте әдемі және дәмді болып тұр. Қазір дәмін көріп, өз бағасын беретін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Бұл тағам барлығына ұнайды және барлығына өте танымал және өте тойымды. Менің арнамдағы келесі қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін
қоңырауша белгісін басып, арнама тіркеліп қойыңыз. Және де келесіде қандай рецепт күтетініңіз туралы комментария бөліміне жаза өтіңіз. Сіздермен бірге болған әдемі. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.